Қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті бизнес серіктестер, құрметті оқырмандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Кештеріңіз қайырлы болсын. Жалпы бүгінгі алғашқы сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыз SMM стратегиясы, SMM саласына жалпы шолу. Жалпы SMM дегеніміздің толық расшифровкасы social media маркетинг, яғни қазақша аудармасы әлеуметтік желідегі маркетинг деген сөз. Яғни бұл дегеніміз әлеуметтік желілер мен басқа да платформаларды арқылы компанияның немесе жеке тұлғаның брендін қалыптастыруға, өнімнің немесе қызметтің сату көлемін ұлғайтуға көмектеседі. Яғни қазақша тілмен, жалпақ тілмен айтқан кезде жеке тұлға мен компаниялардың қызметтік арнасын және де өнімнің сатылымын ұлғайтуға көмектесетін болады. Жалпы SMM-де қанша сала бар? SMM саласында 100-ден астам сала бар. Олардың барлығын инфобизнес деп атайды. SMM саласының қандай пайдасы бар? Өз кәсібін, бизнесін жүргізіп отқан жандарға онлайн түрде немесе офлайн түрде клиентті көбірек тартуына, дамуына септігін тигізеді, және де жеке тұлғалар үшін блогерлік мақсатта жұлдыз болуға көмегі үлкен тиеді. SMM маман болу үшін қандай дағдыға ие болу керек? Оның 5 сипаттамасы бар. Бірінші, барлық әлеуметтік желіде белсенді жұмыс жасай алу керек. Барлық трендтен, жаңалықтардан хабардар болу керек. Екінші, мәтінмен жұмыс жасай алу керек. Сауатты жазып, блогқа арналған мәтіндер жаза білу керек. Үшінші, сараптамалық қабілет болу керек. Яғни, сіз өзіңіздің компанияңыздың немесе ұйымның пайдасын келтіретіндей, абырой әкелетіндей жолдарын іздеу керек, және де айналаңыздағы бәсекелестікті зерттей алу керек. Төртіншіден, жаңашылдық, креатившілдік, идеяшылдық ойлар болу керек. Яғни, сіз өзіңіздің фантазияңызды қосу арқылы неше түрлі контентті ешкімге ұқсамайтындай, әрі адамдарды қызықтыра алатындай болу керек. Бесінші, психолог болу керек. Яғни, тұтынушылардың психологиясын түсіне білу керек. Бұл жерде тағы да бір ескере кететін бір нюанс бар, ол ниша табу. Ниша дегеніміз не? Ол дегеніміз сіздің айналысатын салаңыз, яғни сіздің хоббиіңіз болып келеді. Сол хоббиіңізді табысқа шығару деп санасаңыздар болады. Енді сол нишаны біз қалай табамыз? Оның 4 жолы бар. Бірінші жолы ол үлкен нарықты анықтау, яғни зерттеу. Нарықтардың әрқайсында әрине ниша табуға болады, бірақ сіздің таңдаған нишаңызды неғұрлым бәсекелестік аз болса, соғұрлым табыс көбірек болады. Екінші қадам ол сіздің нишаңыздың өміршеңдігі, яғни сіздің таңдаған салаңыздың қаншалықты ұзаққа баратынын анықтау. Енді сол таңдаған салаңызда, яғни нишаңызда қандай өнім танымалдылыққа ие, қайсысы көбірек сатылып жатыр, соны анықтауыңыз керек. Және де сол салаға, сол өнімге байланысты жиі кездесетін сөздерді ескеріп отыруыңыз керек. Үшінші қадам ол бізде целевой аудитория, яғни сіздің бизнесіңіздің мақсатты аудиториясын табу. Яғни нишаны талдағаннан кейін, сіз таңдап болғаннан кейін, сіз қандай аудиторияға жұмыс жасайсыз, соны анықтап алуыңыз керек. Оның мынандай жолдары бар. Мысалға, Instagram, Facebook арқылы сіздің кімге жұмыс жасайтыныңыз анықталу керек. Яғни, стандартты түрде жасын, табысын, тұрғылықты жерін, клиентіңіздің не армандайтынын, және де жалпы сізден не талап етеді клиенттеріңіз. Мысалға, онлайн түрде подписчиктеріңіз не қалайды, соны анықтап алуыңыз керек. Ал целевой аудитория дегеніміз сол, сіздің подписчиктеріңіз сізді не үшін қарау керек, сізден не үшін жаңағыдай өнімдерді алу керек, соны анықтап алуыңыз керек. Және де құрметті оқырмандар, дәл қазіргі алғашқы сабақтың алғашқы тапсырмасы мен сіздерге жіберген дәл осы фото ақпараттардың барлығын дәптерге түсіріп алыңыздар.